Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Бірінші нұсқа. Бірінші тапсырма баған түрінде орындай отырып, бөліндінің мәнін тап және тексер. Мына бөліндіні баған түрінде орындауымыз керек. Алтының ішінен іздейміз. Алтының ішінде бір рет бар. Бір жердегі алтын 6. 0 қалады. 2-ні түсіреміз. 2-нің ішінде 0. 2-нің ішінде 6 0 рет бар. 2-ін көбейтсек 0-ге тең. 2 қалады. 4-ті түсіреміз. 24-нің ішінде 6 4 рет бар. 2-ін көбейтсек 24-ге тең. Сонда мәні мынаған тең. Енді 2-ін көбейтейік, тексереміз. 104-ті 6-ға көбейтеміз. 2-нің көбейтіндісі 24-ге тең 2 ойда. 2 жердегі 0-ім, 6 жердегі 0-ім 2, ойдағы 2-ні қосамыз. 6 жердегі 1-ім 6. Сонда бізде дұрыс шықты. Мынаның мәні 104-ге тең екен. Екінші, есепті шығар. Балалар зообақтағы керіктің массасы 936 кг, ал зебраның массасы одан 516 кг жеңіл екенін анықтады. Ал арқардың массасы зебрадан 4 есе жеңіл екен. Сонда арқардың массасы қанша килограмм болады? Әуелі зебраның массасын тауып аламыз. Жеңіл деген сөз кем. Кем болса біз азайтамыз. 936-дан 516-ны азайтамыз. Сонда бізде 420 килограмм зебраның массасы шығады. Енді арқардың массасын табуымыз керек. Арқар 4 есе жеңіл болса 4-ке бөлеміз, сонда ол 105-ке тең. Сонда біздің арқардың массасы 105 килограмм екен. Жауабы. Үшінші. Балалар 4 қабатты үйде тұрады. Зухра ермектен жоғары, бірақ Әдиядан төменгі қабатта тұрады. Ал Жандос ермектен төменде тұрады. Балалардың қайсысы нешінші қабатта тұрады? Осы есепті кестені толтыру арқылы шығаруымыз керек екен. Бірақ мен түсінікті болу үшін сызбамен түсіндіргім келіп отыр. Зухра ермектен жоғары тұрады. Демек, Зухраны жоғары жаққа жазамыз. Ал ермек одан төмен деген сөз. Бірақ Әдиядан төменде тұрады дейді. Зухра Әдиядан төмен тұрады. Демек, Әдия одан жоғарыда тұрады деген сөз. Ал Жандос ермектен төмен тұрады. Ермек мынау тұр, Жандос одан төменде тұрады. Енді осы сызбадағыны кестеге түсірейік. Сонда ең жоғарғы тұратын ол Әдия. Әдия 4-ші қабатта тұрады деген сөз. Келесі одан төменгі қабатта Зухра тұрады. Зухра 3-ші қабатта тұрады. Одан төменіректе ермек тұрады. Ермек 2-ші қабатта. Ал Жандос ең төменгі қабатта 1-ші қабатта тұрады. Қалған жерлердің бәрі минус таңбасын қойып кете береміз. Мінекей, балалардың қайда тұратыны осылай белгілі болады. 4-ші. Мерекеге арнап мектепке әрқайсысын бірдей бағамен 25 үлкен және 32 кіші шар сатып алынды. Егер 25 дана үлкен шар үшін 750 теңге төленсе, онда барлық шар үшін неше теңге төлеуі керек? Бұл жерде әуелі бір шардың бағасын білуіміз керек. Бір шардың бағасы белгілі болса, барлық шардың бағасы бірдей деген сөз. Үлкен шардың да, кіші шардың да. Бізде белгілісі мына жер болып тұр. Үлкен шардың құны да, саны да белгілі. Сондықтан бағасын табу үшін құнды санға бөлеміз. Яғни 750-ді 25-ке бөлеміз. Сонда бізде 30 теңге шығады. Сонда бір шардың бағасы 30 теңге екен. Енді осы ақша мынаған да қатысты. 30 теңге болса, 32-міз қанша болады? 32-ні 30-ға көбейтеміз. Сонда бізде 960 теңге шығады. Осы 960 теңгені кіші шарға төледі. Енді барлығына неше теңге төлегенін табу үшін 750 теңге мен 960 теңгені қосамыз. Сонда 1710 теңге шығады.
Сонда барлық шар үшін 1710 теңге төленді. 5-ші тапсырмаларды орындаймыз. Соңғы қоңырау мерекесі 1 сағат 15 минутқа, ал мерекеден кейінгі саяхат 70 минутқа созылды. Бізге мынандай тапсырма берілген: шамаларды салыстыр. 1 сағат 15 минутты 70 минутқа екеуін салыстыруымыз керек. Ол үшін кіші өлшемге айналдырып алайық. 1 сағатта 60 минут бар, мынаны қоссақ 75 болады. Сонда осы жағымыз артық. Келесі тапсырма есептеуіміз керек. Қосамыз екеуін. Осы жерде енді кіші өлшемге емес, үлкен өлшемге айналдырайық, себебі біз оны кейін сағатқа, минутқа айналдыруымызға тура келеді. 70 минутта 1 сағат 10 минут бар. Сол 1 сағат 10 минутты мынаған қосатын болсақ, бізде 2 сағат 25 минут шығады. Мына жерде азайту керек. Азайту үшін енді мына жерде тура сондай 1 сағат 10 минут шығады. 1 сағат 15 минуттан 1 сағат 10-ды азайтсақ, әрине 5 минут қалады. 6-ші тапсырмада сағат бойынша уақытты анықта дейді. Біз күндізгі уақытты анықтайық. 8-ден асып тұр, 8 сағат 21 минут 5 секунд. Екінші нұсқа. Дәл сондай тапсырмалар берілген. Әуелі бөлеміз. 5-дің ішінде 1 рет бар. 4-ті түсіреміз. 4 5-ке жетпейтін болғандықтан қасындағы 0-ді түсіреміз. 2 сан түсіргендіктен мынаға 1 0 береміз. 40-тың ішінде 8 бар. Енді тексерейік. 8 жердегі 5-ім 40, 0 түсіп 4 ойда. 5 жердегі 0-ім 0, ойдағымен 4. Мына жерде 5 қалады. Сонда мәні 108-ге тең екен. Екінші, дүкендегі қапталған күріштердің массасы 486 кг, ал ұн салынған қаптардың массасы одан 120 кг ауыр екені анықталды. Ал тарының массасы ұннан 3 есе жеңіл екен. Сонда тары салынған қаптардың массасы қанша килограмм болды? Әуелі ұнды тауып алуымыз керек. Ол үшін 486-ға 120-ны қосамыз. Сонда бізде 606 килограмм. Бұл ұнның массасы. Енді тары одан 3 есе жеңіл болса, 606-ны 3-ке бөлеміз. 202 килограмм тарының массасы шықты. Жауабы: тары 102 килограмм. Үшінші. Арман, Болат және Талғат атты 3 дос бір сыныпта оқиды. Олардың біреуі үйіне автобуспен, біреуі трамваймен, біреуі троллейбуспен барады. Бір күні сабақтан шыққан соң Арман бір досын автобус аялдамасына дейін шығарып салып тұрған. Бір кезде олар өтіп бара жатқан троллейбустың терезесінен үшінші достарының: «Болат, сен дәптеріңді мектепте қалдырып кетіпсің» деген сөзін естіді. Балалардың қайсысы үйіне немен барады? Енді мәліметтерге мән берейік. Арман бір досын автобус аялдамасына шығарып салып тұрған дейді. Демек, Арман автобусқа мінбейді. Ол мына 2 досының біреуін шығарып салып тұр. Оған минус қойып қоямыз. Екінші бала троллейбустың терезесінен айқайлады: «Болат, сен дәптеріңді ұмытып кетіпсің» деп. Демек, Болат троллейбусқа мінбейді. Троллейбусқа мінетін сонда Талғат болып тұр. Талғатқа плюс қойып қоямыз. Сонда балалардың қайсысы үйіне немен барады? Мына жерде бізде 1 плюс бар, қалғаны минус болады. Енді мына жерде 2 минус бар, мына жерге плюс қоямыз. Сонда Арман трамвайға мінді деген сөз. Енді былай қарай кеттік. Мына жерде 1 плюс бар, былай қарай минус болады. Мына жақта 2 минус бар, Болаттың тұсына плюс қоямыз. Сонда автобусқа Болат мінді, троллейбусқа Талғат мінді, трамвайға Арман мінді. Төртінші есеп. Дүкенге 3 орам мата келінді. Бірінші орамның ұзындығы 7 метр, екінші одан 2 метр артық. Ал үшінші орамның ұзындығы екіншісінен 3 есе қысқа. Барлығы неше метр мата келінді? Әуелі біз екінші орамды табамыз. Оны 7 қосу 2 деп табамыз. Екінші орамда 9 метр мата бар. Үшінші орам одан 3 есе қысқа болса, 9-ды 3-ке бөлеміз.
сонда үшінші орамда 3 метр мата бар. Енді барлығы қанша дейді? Үш орамдағын қосамыз. Бірінші орамда 7 метр болатын, екіншісінде 9, үшіншісінде 3 метр. Барлығын қоссақ, мына екеуі 19. Сонда дүкенге барлығы 19 метр мата келінді. Бесінші, Арманның туған күні 1 сағат 5 минутқа созылды, ал мерекеден кейін үйлеріне дейін жолға 55 минут кетті. Мына тапсырмаларды орындаймыз. Әуелі шамаларды салыстыр дейді. 1 сағат 5 минут пен 55 минутты кіші өлшемге айналдырып аламыз. 1 сағатта 60, оған 5 қоссақ 60, мына жағы 55, әрине мына жағы артық. Екінші есепте қосуымыз керек екеуін. Кіші өлшемге айналдырайық. Мына жерде жаңағы айтқан 65, 65-ке 55-ті қосамыз, сонда 120 шығады. 120 дегеніміз, 120 минутымыз біздің 2 сағатқа тең. Мына жерде де тура сондай 65 минут, 65 минуттан 55 минут азайтсақ, 10 минутымыз қалады. Келесі тапсырмада сағат бойынша уақытты анықта дейді. Күндізгі уақыт деп алайық. Бұл жерде күндізгі 2-ге жетпей тұр. Күндізгі уақыт мына 13, мына 14 қой. Енді 14 сағатқа жетпей тұр, сондықтан біз 13 сағат деп қарастырамыз. 13 сағат 50 минут 00 секунд. 13 сағат 50 минут. Осымен 90-дық жиынтық бағалаудың екі нұсқасында қарастырып болдық. Түсінікті болды деп ойлаймын. Маған комментарий жазып, лайк басып, менің каналымды қолдап қойыңыз.